Сәлем достар, бүгін сіздермен Бонфипай деген английский пирогты жасаймыз. Өте дәмді, дәмі ерекше. Ол үшін бізге основасына бір 100 грамм 80 граммдай сливочное масло жұмсақ, сосын бір жұмыртқа, 1-2 қасық сметана, 1 қасық разрыхлитель, 1 қасық қант салып, жақсылап араластырып, керегінше ұн салып, қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр илеп, холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Сосын қамырды жайып, формаға салып, 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Піскен основаның ішіне осындай вареная сгущенканың жарты банканы осылай жағып, біркелкі етіп салып шығамыз. Үстіне 1 немесе 2 бананды турап саламыз. Енді бетіне крем жағып шығуымыз керек. 33%-тік сливкиді, холодный сливкиді, холодильникте тұрған. Содан бір 100-150 граммдай алып, ішіне сахарный пудра салып, миксерлейміз. Тұрақты болғанша сөйтіп осы пирогымыздың бетіне жағып шығамыз. Осымен пирогымыз дайын. 1-2 сағат қойып қойсаңыздар болады холодильникте. Мен сразу кесіп, шаймен ішіп жеп алдым. Рахмет, каналыма тіркел.